Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Ташиев деген ГКМБ-ның бастығы дейді, олар біздегі сияқты КМБ-ның бастығы. Мұқым Қырғызстанды тәртіпке шақырып, барлық коррупционерлер, бандитизм бәрін құртып, халыққа қарай мемлекетті бет бұрды ғой. Бет бұрып енді ойламаңдар, бізге шетелде немене айтып отыр. Жоқ, бізге Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, біздің Орта Азиядан бір мемлекет, мына не сияқты, Прибалтика сияқты сытылып аман есен біз жақсы болып кететін болса, қалғанымыз ол жұқпалы дейді ғой. Біз айтамыз ғой, әне көзің көріп отыр ғой, Ташиев сияқты неге бола алмадық, біз неге Қырғызстан сияқты болмаймыз деп, ол заразительный дейді. Соған жеткізбеу үшін Мұқым СНГ-ның диктаторлары, мен ойлаймын енді, Садыр Жапаровқа сұрады әкетананы. Бұлдай болмаңдар сендер. Сендер бұрынғыдай сол жемқор, жаңағы бандитизм өршіп тұрған, халқы тозып жүрген, сондай болып тұру керек. Ол одан өзгеріс әкелуге болмайды. Өйткені өзгеріс әкелсе, ол біз ертең бізден халық сұрайды. Біз неге осындай емеспіз деп. Сондықтан сендер де олай түзелмеңдер, біз сияқты отыра беріңдер деп, содан барып ана Ташиевті алды. Ол батыр. Оны арқаңа сап арқалап жүретін батыр ғой ол. Ондай батырды бірден бір өте дұрыс адам бізге ондай бұйырмайды. Ондай бұйыру үшін ол енді президент оны қолдау керек. Қолдап, осындай адамды қойып. Ол жұмсақ істеді. Ол да бәрін құртты. Ана коррупционерлер тірек қойып тұрып қабырғаға ату керек еді. Сонда барып сап тиылатын еді. Бұл ұзақ күреспейді онда. Онда көп болса бас аяғы бір айдың ішінде бәрі тіздей болып, бәрі тазарып, моншаға түсіп, тәспиғын тартып отыратын еді. Оған болмай қалды. Ол кісіні әкет деді, әкет ал деді. Жолатпа бұндай деді. Бұндай біздің СНГ-ның ішінен Грузия кішкене түзеліп келе жатыр, Саакашвилиді түрмеге жабып, оны құрттып, бәрін ешкім түпір еткізбейді. Бәрін өз қатарлас, сол боқсыздықтың ішінде отыру керек. Бұлар бәріміз бірге отыруымыз керек. Біреу ана боқтан сілкініп шықса, ол енді оны қайтадан боққа апарып тығады. Бір амалын табады, әйтеу амалын табады. Не жаңа Украина сияқты соғыс ашып кіріп кетеді. Тіпті болмай қойды ғой, Украинаны қайта боққа апарып тығайын деп еді. Олар тазарып шығып бара жатыр еді, қайта бәрібір сол өзіне қарай тартам деп соғысып жатыр. Қайткенде бұл Орта Азиядан біреу сұтылып шығатын шығар деп жаман қуанып едім. Қырғыз бауырлар, біз сіздердің жақсы болып кетті ғой деп жаман қуанып, енді қырғыз дұрыс болып кетсе, біз енді сол қырғызға қарап енді бізде түзелетін шығармыз деп қатты қуанып отыр едік. Ташиев сендерді бандитизмнен, коррупциядан, полицияның произволынан, барлығынан құтқарды сендерді. Барлық жағдайдан құтқарды. Сендер тазардыңдар, керемет. Бірақ әлі тазаратыны бар. Ол енді бұл жұқпалы ауру болғанда қатты ауру ғой. Бұл әлі емдеуші, нағыз хирургтарың сол Ташиев сендерді. Жапаров емес. Бірақ өкінішке орай осылай болып қалды. Мына Ташиевті қартайып кетпей тұрғанда, әлі күш қуаты барында бұл Ташиевке жабысыңдар, Ташиевті жібермеңдер, Ташиевті қорғаңдар. Орта Азиядан біреу шығыңдар енді. Мұқым Орта Азия осылай болмай, біреу бір тазарып шықсыншы, ең құрғанда бізге не үлгі болатын. Сау саламат болыңыздар. Енді Құдайдан тілейміз, Ташиев аман есен өзінің орнына келіп, Қырғызстанды Дубай жасасын деп. Содан кейін барып бәріміз де соған, ол енді жұқпалы дейді ғой, бізге де жұқады ғой енді. Бізде дұрыс болып кетерміз, бізде жақсы болып кетерміз, бізде бәрден арылармыз. Бізде барлық халықты қанаушылардың бәрінен түгелінен тазарармыз деп тілейміз енді. Мен басқа барлық жағдайды айтып отырмын ғой, отыны бар, суы бар, көмірі бар деп. Соның бәрі осы Қырғызстан сияқты біреу алдыға шығып түзеліп кетсе, біз де түзелеміз, біз де оңаламыз. Бізге ол үлгі болады. Сау саламат болыңыздар.